саламатсыздар ма? Мен Сариева Динара Ахметалиевна, 7-ші сынып қазақ әдебиеті. Сабақтың тақырыбы Шәкәрім Құдайбердіұлы өмірі мен шығармашылығы. Бүгінгі сабағымыз қазақ әдебиетінің көрнекті тұлғасы, ойшыл, ақын, сазгер, тарихшы және аудармашы Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен бай шығармашылық мұрасына арналады. Оның кемеңгерлігі мен данышпандығы қазақ халқының рухани қазынасын байытқан. Оқу мақсатымен және сабақтың нәтижесі. Шығармадағы алған үзінділерді қайта өңдеп, креативті жазу. Оқушылар шығармадан алған үзінділерін қайта өңдеп, креативті жаза алады. Бұл дағды шығармашылық ойлау мен мәтінмен жұмыс істеу қабілетін дамытады. Ой-түрткі Шәкәрім туралы не білеміз? Сабақты бастамас бұрын Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығы туралы бұрыннан не білетінімізді еске түсіріп, ой бөлсек. Бұл білімдерімізді тереңдетуге және жаңа ақпарат игеруге көмектеседі. Бұрыннан не білемін? Шәкәрім туралы естіген, оқыған ақпараттарымды еске түсіріп, ортаға салайық. Не білуім керек? Бүгінгі сабақта қандай сұрақтарға жауап алғыңыз келеді? Осыны жаза отырайық. Енді не білдім? Сабақ барысында алған жаңа білімдеріңізді жазып отырыңыздар. Маңызды сәттер, сабақтан алған ең маңызды түйіндемелер мен ойларды белгілеп отырыңыздар. Шәкәрім Құдайбердіұлы ғұлама тұлға. Шәкәрім Шәккерім Құдайбердіұлы 1858 жылы туылып, 1931 жылы дүниеден өтті. Қазақ халқының мақтанышы, әдебиеттің сан саласында із қалдырған бір туар тұлға. Ақын, аудармашы, тарихшы, сазгер, философ, осының бәрі Шәкәрімнің жан-жақты дарынын көрсетеді. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында дүниеге келген. Шәкәрім Абай негізін салған жаңа сипаттағы қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі болды. Оның әкесі Құдайберді Абайдың туған ағасы еді. 5 жасында ауыл молдасына оқуға беріліп, 2 жылдай білім алады. 1866 жылы әкесі Құдайберді 37 жасында дүниеден өткен соң, Шәкәрім Құнанбайдың тәрбиесінде, әсіресе Абайдың тікелей қамқорлығында өседі. Ол жарты ғасырдан астам шығармашылық өмірінде әдебиеттің барлық жанрында жемісті еңбек етті, өзіндік қолтаңбасын қалдырды. Білімге деген сапары мен ағартушылық қызметі. Шәкәрімнің білімге деген құштарлығы оның үлкен сапарларға жетеледі. 1905 жылы ол қажылық сапарына шығып, Меккеге барады. Бұл сапарды пайдаланып, ақын өзінің ежелгі арманын жүзеге асырады. Стамбул мен Париж кітапханаларынан туған халқының тарихына байланысты құнды кітаптармен танысады. Бұл оның дүниетанымын кеңейтіп, тарихи зерттеулеріне негіз болды. Араб, парсы, орыс тілдерін жетік меңгеруі, оның өз бетінше ізденуінің нәтижесінде заманындағы ең білімдар адамдар қатарына қосылуына жол ашты. Бірнеше тіл білуі, оның тамаша аудармалар жасауының алғышарт болды. Шәкәрім көрнекті аудармашы. Шәкәрім Құдайбердіұлының көп тілділігі оның аудармашылық қызметінде айқын көрініс тапты. Ол әлем әдебиетінің озық үлгілерін қазақ оқырмандарына таныстырды. Шығыс поэзиясы, Хафиздің лирикалық шығармаларын және Физулидің әйгілі Ләйлі Мәжнүн дастанын аударып, шығыс әдебиетінің інжу маржандарын қазақ тілінде сөйлетті. Орыс классикасы, орыстың классикалық әдебиетін терең зерттеп, Пушкиннің Дубровский повесі мен Боран шығармаларын өлеңмен аударды. Толстойдың бір топ әңгімелерімен қазақ оқырманын таныстырып қана қоймай, орыс әдебиетінің алыбы мен тіпті арнайы хатта жазған. Жарық көрген еңбектері. Шәкәрімнің көзі тірісінде жарық көрген еңбектері оның тарихшы,
философ және ағартушы ретінде рөлін айқындайды. Бұл кітаптар қазақ халқының рухани дамуына үлкен үлес қосты. Түрік, қырғыз, қазақ хандар шежіресі. Бұл еңбек 1911 жылы жарық көріп, қазақ халқының шығу тегі мен тарихи даму жолдарын зерттеуде құнды дерек көз болды. Шәкәрім осы еңбегінде қазақ шежіресін терең талдап, түркі тектес халықтардың тарихымен байланыстырады. Мұсылмандық кітабы, сондай-ақ 1911 жылы жарық көрген бұл еңбек ислам дінінің негіздерін, адамгершілік принциптерін, имандылық қағидаларын қарапайым тілмен түсіндірген діни философиялық трактат болып табылады. Ол өз заманындағы адамдардың рухани ізденістеріне бағыт-бағдар берді. Бірінші тапсырмада Шәкәрім шығармашылығын талдаймыз. Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығына қатысты шағын мәтін жазамыз. Төмендегі тақырыптарды негізге ала отырып, өз ойларыңды тұжырымдаңыздар. Шәкәрімнің өскен ортасы, оның балалық шағы, Абайдың қамқорлығы және оның қалыптасуына әсер еткен факторлар туралы жазамыз. Шәкәрімнің шығармалары, ол ақындық, сазгерлік, аудармашылық және тарихи еңбектеріне шолу жазамыз. Шәкәрім мұрасының зерттелуі, оның еңбектерінің бүгінгі қоғамдағы маңызы мен зерттеу бағыттары туралы ойыңызды білдіре отырыңыздар. Тапсырма екінші, дұрыс және бұрыс кестесі, яғни төмендегі сөйлемдердің қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін анықтап, кестені толтырыңыз. Бұл Шәкәрім туралы біліміңізді бекітуге көмектеседі. Яғни Шәкәрім Құдайбердіұлы 1858 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келді. Бұл дұрыс па, әлде бұрыс па? Соны белгілейміз. Яғни бұл дұрыс. Ол араб, парсы, орыс тілдерін жетік меңгерген. Бұл дұрыс па, бұрыс па? Шәкәрімнің мұсылмандық кітабы, еңбегі 1925 жылы жарық көрді. Бұл дұрыс, әлде бұрыс? Шәкәрім әкесі Құдайберді медресеге оқуға берді. Дұрыс, әлде дұрыс? Еңлік кебек поэмасы Семей қаласындағы Жәрдем баспаханасында жарық көрді. Бұл сөйлем дұрыс, әлде бұрыс? Яғни жауаптарыңызды тексеріп, қателеріңізді түзетіңіздер, неліктен бұрыс екенін өз ойларымен түсіндіре кетіңдер. Сабақты қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығы туралы көптеген жаңа ақпарат алдық. Оның қазақ әдебиеті мен мәдениетіндегі орны ерекше екенін түсіне білдік. Яғни Шәкәрім кім болған? Шәкәрім ақын, аудармашы, тарихшы, сазгер, философ екенін білдік. Оның қай кезеңдерде өмір сүргенін де білдік. Яғни 1858 жылы туылғанын, 1931 жылы дүниеден өткенін, оның туған жерін, яғни Абай дәуірінің көрнекті өкілі екенін білдік. Абайдың рөлі. Абай Шәкәрімнің тәрбиешісі әрі рухани ұстазы болған екен, яғни ол Абайдың тікелей тәрбиесінде өскен бала болған екен білдік. Аудармалары Хафиз, Физули, Пушкин, Толстой шығармаларын аударған, яғни орыс классикасының көптеген шығармаларын қазақ тілінде аударып бізге жеткізгенін түсіне білдік. Оның мұрасы түрік, қырғыз, қазақ хандар шежіресі, мұсылмандық кітабы, тағы басқа да көптеген еңбектерін біліп, одан біз рухани байлық алғанымызды түсіндік. Шәкәрімнің өмірбаянын негізге ала отырып, оқиғалар хронологиясын құрастырып, оның қазақ елінің дамуына қандай әсерін тигізгені туралы ой бөлісе отырайық.